Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Осы шығарылымда сіздерге «Несчастный случай» фильмінің екінші бөлімін айтып беретін болам. Осы фильмнің бірінші бөлімі менің арнамда шыққан болатын. Фильмді толықтай түсіну үшін бірінші бөлімді көруге кеңес беремін. Достар, сіздерге бір өтініш. Менің видеомда 86% адамдар арнама тіркелмей көреді екен. Егер сізде тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін 1-ақ секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Түнгі клубта диджей өзінің көмекшісіне отты тағы да жандыр дейді. Көмекшісі айтқанды орындайды. Осыдан кейін үлкен жарылыс болып диджей жанып кетеді. Сөйтсе, ең мықты жендет Майк Феллон диджейді өлтіруге тапсырыс алған екен. Және жарылғыш сәтті газ баллонға орнатып кеткен. Лондонда болған жағдайларға байланысты Майк қаладан кетуге мәжбүр болды. Және Майк керемет вилланы жалға алды. Жендет диджейді өлтірген үшін үлкен ақшаға ие болды. Және ол қатты қуанып тұр. Күтпеген жерден бетперде таққан адам Майкқа шабуыл жасайды. Шақырылмаған қонақ өте мықты екен. Майкқа көптеген соққы жасады. Онымен қоса үйдегі жиһаздар мен техникалардың түгін қалдырмады. Алғашында Майк қарсыласуға тырысты, бірақ та жеңе алмайтынын біліп, тоқта дейді. Сөйтсе, бетперде таққан Сью Лин деген қыз екен. Майк төбелесудегі формасын сақтап қалу үшін керемет төбелескеш қызды әдейі жалдаған екен. Дәл осылай қыз аптасына бір рет күтпеген жерден Майкқа шабуыл жасап тұрады. Әр жекпе-жектен кейін Майк Сью Линге $1000 төлейді. Және келесі күтпеген жерден шабуыл жасауын күтеді. Бірнеше күннен кейін Майк көшеде жүргенде күзетшілердің өзінің бұрынғы әріптесі жендет Фредті ұрып жатқанын көреді. Фред өзінің жасаған құрылғысымен бір күзетшіні өртеп жібереді. Ал осыдан кейін құрылғының қуаты таусылды. Енді күзетшілер Фредті ұрайын деп жатқанда Майк дәл уақытысында келіп Фредті құтқарып қалды. Фильмнің бірінші бөлімінде Майк жендеттер ұйымын құртып жіберген болатын. Содан кейін Фред осы қалаға келгенін айтты. Майк бұрынғы әріптесін үйіне кіргізуге рұқсат берді. Себебі Майктың кесірінен Фред тапсырыссыз қалған еді. Үйде күтпеген жерден Сью Лин жігітке шабуыл жасады. Онымен қоса Фредке де әдемі соққылар кетіп қалды. Осы жолы Майк қызды жеңіп тастап, ал кейін ақшасын берді. Қыз кеткеннен кейін Фред жігітке «Мен ғаламторда бір әдемі қызбен танысып едім» дейді. Ал кейін бірнеше күн байланыссыз қалдық. Сол қызды маған тауып берші дейді. Келесі күні Фред Майкқа кезекті құрбанын өлтіруге көмектесті. Еркек балконға шыққанда Фред алыстан тұрып, жалюзін басқарып қимылдатады. Осылайша еркектің басын жауып тастады. Ал кешкісін кезекті құрбанның алдында Фред жеңіл жүрісті еркектің рөлінде ойнайды. Ал Майк күтпеген жерден оның басына темір зәңгіні кигізіп тастады. Майк Фредті өзінің серіктес етуге келіседі. Сонда Фред жігітке көптеген адам өлтіретін құрылғылар жасап берді. Осы құрылғыларды пайдаланатын болса, адамдарды кездейсоқ өліп қалғандай етіп көрсетуге болады. Фредтің телефонына Данте деген жас баланы өлтіруге тапсырыс келді. Алайда Майк ол тапсырысты қабылдама дейді. Себебі бұл ең мықты Зуузер деген бай әйелдің баласы дейді. Егерде баланы өлтірсең, бұзақылар сенің ізіңнен қалмай түсіп алады деп ескертті. Бір аптадан соң Сью Лин Майкқа тағы шабуыл жасайды. Екеуі жақсы төбелесіп, кейін бірге кофе ішеді. Осы жерде Фред Сью Линнен де ғаламторда танысқан қызын тауып берші деп өтінді. Бірнеше күннен соң екі жендет кезекті өлімді ұйымдастырады. Кезекті құрбанның үйінің төбесін қиратып, үстіне ваннаны түсіреді. Және күтпеген жерден екі киллерді электрошокпен ұрып, бастықтары Зуузердің алдын алып келді. Зуузер өзінің ұлын белгісіз бір жендеттердің өлтіргісі келіп жүргеніне сенімді. Себебі Данте көшеде кетіп баратып бір өлімнен аман қалған екен. Және ол кішкене қорқып қалған. Жендеттер бұл істі біз жасамадық деп сендіргісі келді. Алайда Зуузер бұларға сенбейді. Гангстерша Фредті алып қалып Майкты босатады. Және жігітке «Менің баламды өлтіруге тапсырыс берген адамды тап, егер таппасаң, Фред өледі» дейді. Майк Сью Линмен жолығу үшін барға келді. Және осы жерде бұрынғы бастығы Большой Рейді кезіктіреді. Бұрынғы бастығына Майк пен Фредтің ақша үшін адам өлтіргені ұнамайды. Себебі үлкен Рей Майктың кесірінен тапсырыссыз қалған болатын. Үлкен Рей банкротқа ұшыраған себепті Майктан өтемақы сұрады. Онымен қоса Рей Дантыны өлтіруге тапсырыс алған екен. Сонда Майк бұндай қауіпті тапсырыстан бас тарт. Себебі олар Фредті тұтқында ұстап отыр дейді. Сонда Рей Дантыны өлтіруге ең мықты жендеттерді тауып беру үшін $50 000 алғанын мойындайды. Ал енді әлемнің ең мықты 6 жендеті Дантыны өлтіруге тырысатын болады. Себебі Дантының басы үшін $9 миллион тігілген екен.
Осы кезде Рейдің телефонына Дантенің қайда орналасқанын айтатын хабарлама келді. Өйткені Рейдің жалдаған жендеттері Дантеға оны аңдайтын құрылғы орнатқан екен. Майк кафеге асығып келе жатыр. Дәл осы кезде Данте өзінің жағымсыз даусымен ән шырқап жатқан болатын. Кафеде Майк Дантенің қолында сағатты байқады. Оның ішінде жучок бар екенін біліп, Зуузердің адамы Армандоға сағатты шешіп таста дейді. Армандо таң қалды, себебі сағатты сыйлаған Зуузердің өзі болатын. Бірақ сонда да жендеттің айтқанын орындайын деп шешті. Алайда еркелетіп өсірген бала анамның сыйлығын ешкімге бермеймін деп сағатты жұтып қойды. Осы кезде күтпеген жерден жарылыс болды және жігіттің артынан Фрея деген жендет қыз автоматпен келді. Әзірге қыз күзетшілерді бірінен соң бірін атып жатқанда Майк Дантені алып қауіпсіз орынға алып барғысы келді. Майк байдың баласына ас үйден шықпа деп өзі басты залға келді. Осы жерде Фреймен төбелеседі. Жендет қыз Майкқа Дантені маған беріп осы жерден сау кетсең болады дейді. Алайда жігіт келіспеді, себебі Дантеге бірдеңе болса Фредті өлтіріп тастайды емес пе. Екеуі кезек-кезек соққы алмасып, ақыры ас үйден бір шықты. Ақмақ Данте Майкты қауіпті деп ойлап, басына сковородка лақтырады. Бұл жағдай жігітті алаңдатып жіберді, ал Фрей осы сәтті пайдаланып Дантені өлтірмекші. Алайда жігіт Фрейдің арқасына пышақ тығып алды. Майк Дантені алып далаға шығып кетеді. Осыдан кейін Зуузер хабарласты және баласын қауіпсіз орынға алып бар дейді. Жігіттің ішіндегі жучоктан құтылу керектігін Майк түсінеді. Сол үшін де іш өткізетін дәрінің барлығын аузына тығып жіберді. Осылайша Зуузерге бара жатқан жолда Иенди деген киллер жігіт балтамен Майкқа шабуыл жасайды. Майк Дантені артына жасырып Иендимен төбелесіп кетті. Онымен қоса Иендидің шабуылынан қорғану үшін Майк қолына темір алды. Төбелес кезінде жігіт қарсыласының қылышын алып Иендидің өзін бауыздап тастады. Майк Дантені өзінің жасырын қоймасына келді. Бұл қоймада Майк, Фред екеуі адам өлтіретін құрылғылар жасап жүрген еді. Осыдан кейін жендет Сиулинге хабарласып, мотоциклін қоймаға жақын жерге алып келші деп өтінді. Сиулин өте тез келді және Майкқа мені өзіңнің серіктесің етіп ал деп көндіргісі келді. Алайда жігіт бұл ұсынысқа қарсы. Күтпеген жерден ғимаратқа Сайлас деген тағы бір жалдамалы жендет келді. Және де Дантені атып тастамақшы. Бірақ та Поко деген қаншер сайқымазақ өзінің үлкен кубалымен Сайласты ұйықтатып тастады. Себебі өзінің құрбанын басқа біреудің өлтіргенін қаламайды. Онымен қоса сайқымазақтың бір ерекшелігі ешқандай да ауыртпалықты сезбейді екен. Поко Майкты өзінің кубалымен ұрып көрші бөлмеден бірақ шығарды. Ал Сиулин есін жиған Сайласпен төбелесуде. Майк сайқымазақтың кубалын сындырады. Осыдан кейін екеуі қолмен төбелесе бастады. Алайда Майктың ең керемет деген соққысының өзі Покоға мүлдем әсер етпейтін сияқты. Дәл осы уақытта Сиулин мен Сайлас бірдей дәрежеде төбелесіп жатты. Дантеға іш өткізетін дәрі әсер етіп жатыр. Сол себепті ол ішіндегі сағат жучокты сыртқа шығармақшы. Әзірге Майк сайқымазаққа қалай ауыртпалға әкелсем болады деп тырысып жатқанда, Сиулин Сайласты шынжырмен қылғындырып өлтіреді. Шаққа дегенде Майк әлсіреген Покконы мықты соққысымен жаттығатын жерден бірақ шығарды және ауыр штангымен қарсыласының мойнын үзіп жіберді. Майк пен Сиулин осымен барлығы аяқталған шығар деп ойлауда, ал Данте болса сағатты сыртқа шығардым деп қуанып тұр. Осы кезде жапониялық киллер Оюми келді және қылышымен Дантенің басын шауып тастамақшы. Сонда Майк жапондық жендетке жекпе-жек тұрайық, кім жеңсе, сол Дантені алсын дейді. Сиулин істі өзі шешкісі келді, бірақ та жапониялық жендет бір теуіп оны ұйықтатып тастайды. Оюми мен жекпе-жек кезінде шаршаған Майк өзіне көптеген әдемі соққыларды жіберіп алды. Жапониялық жендет жеңісін тойлауға дайындалуда. Алайда басты кейіпкеріміз Майк берілер емес. Ол өзінің қолға алып ең мықты деген соққысын жасайды. Оюми қолына қылыш алып Майкты өлтірмекші. Бірақ та осы кезде Большой Рэй келіп, жапониялықты атып өлтіріп тастайды. Онымен қоса үлкен Рэй $9 миллион да айырылғысы келмейді. Осылайша қаруын Дантеге кезеңді. Майк бұрынғы бастығына Фредті құтқару үшін қаруыңды түсір деп шаққа деп көндірді. Үлкен Рэй мен Майк Дантені өзінің анасына алып келді. Зуузер баласының тірі келгеніне қатты таң қалды. Себебі баласын өлтіруге тапсырыс берген анасының өзі екен. Себебі Зуузер баласының ақмақтығынан және адамды жалықтыратын қылықтарынан шаршаған екен. Бірақ сонда да Зуузер уәдесінде тұрып Фредті босатады. Үлкен Рэй Зуузердің енді қайтып ізінен қалмайтынын түсініп, Дантенің қалтасына жарылғыш затты салып қойған. Соның арқасында Зуузерді баласымен қоса жарып жіберді. Фред ақыры ғаламторда танысқан қызын тапты. Алайда қыз Фредтің жендет екенін естіп, бірден қашып кетті. Ал үлкен Рэй жаңадан жендеттер ұйымын ашпақшы және жігіттерді ұйымның мүшесі болуға шақырды. Достар, фильм сіздерге ұнады ма? Комментарийге жазып кетейік. Және де лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Ал әзірге аман сау болыңдар достар.